Ұлттық бірыңғай тестілеу 2022 қаңтар 103.886 талапкер, 42 тестілеу пункті, 5 пән 120 тест тапсырмасы, 240 минут. Биыл мүмкіндігі шектеулі оқушыларға қосымша 40 минут уақыт беріледі. Сонымен қатар ерекше қажеттіліктері бар талапкерлерге сызбаларсыз, диаграммасыз тест нұсқалары жасалды. Ақпараттық қауіпсіздік мақсатында тестілеу бір компьютер, 2 камера, бір тестленуші қағидаты бойынша жүргізіледі. Аудиториялар бейнебақылау және мобильді, радиоэлектрондық байланыс сигналдарын басатын құралдармен қамтамасыз етілген. Тестілеу пунктіне телефон, шпаргалка тағы басқаларды алып кіруге рұқсат берілмейді. Тыйым салынған заттар табылған жағдайда тестілеу автоматты түрде тоқтатылады. Санитарлық эпидемиологиялық талаптар: бетперде тағу, әлеуметтік қашықтықты сақтау, әр аудиторияда 50 адамнан ғана. Компьютерлік тестілеудің артықшылығы: қате жауаптарды тестілеу аяқталғанша түзетуге болады. ОБТ нәтижесін тестілеу аяқталғаннан кейін бірден білуге болады. Ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелерімен келіспеген жағдайда талапкер келесі күнді күтпей, бірден электронды форматта апелляцияға өтініш бере алады. Қысқы ұлттық бірыңғай тестілеу 25 қаңтар мен 22 ақпан аралығында өтеді.